Егер де сіздің көру қабілетіңіз нашар болса, онда осы жемістердің ішінде киви жемісін пайдаланыңыз. Себебі кивинің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетін айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне де кері әсер етеді. Достар, сондай-ақ каналға тіркеліп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, рахмет. Киви бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға қажетті дәрумендердің қоймасы деп айтсақ та болады. Ал бұның атауы осы киви құсының құрметіне аталған екен. Орташа пішінді кивиде С дәрумені 230%-ке дейін шығады. Бұл апельсин мен мандариннің мөлшерінен 2 есе көп. Ал С дәрумені бұл иммунитетті жақсы нығайтады. Стреске және басқа да әртүрлі ауруларға, тұмауға қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына да ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендетіп, иммунитетті нығайтатын антиоксидант дәрумені де кездеседі. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Шамамен 2 кивиде 30 мг-дай магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмысын істеу үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт мен бүйрек тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз мен жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Зерттеулерде көрсеткендей, кивинің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарының ауыртпалықты жеңілдетіп Сондай-ақ зерттеулердің нәтижесінде анықталған бойынша киви жемісі бұл жөтелден және демігуден арылтады, яғни тыныс алу жолдарын ашады. Сондай-ақ киви рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және майы жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесіне қалыпты жұмыс істеу үшін Кивинің құрамында калория және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Кивинің құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен қатар осы кішкентай бір жеміс жүкті әйелдер үшін өте қатты қажет. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс ер кісілер үшін де өте пайдалы. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12, С және К витаминдерінің мырыш иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Оның құрамында жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец секілді ағзаға қажетті минералдар кездеседі. Сонымен қатар кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз болады. Мамандардың айтуы бойынша кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз бетіңіздің терісін балғын күйге енеді. Осы бір кішкентай ғана тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, атеросклероз, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс.
Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра көп пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайда анафилаксияға алып келуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Сонымен қатар іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны жөн. Ал сіз кивині қаншалықты ұнатасыз және қаншалықты тұтынасыз, комментарияға жазып кетсеңіз болады. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.